Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді жент дайындаймыз. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттар талқан, қант және де ерітілген сары май қажет. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де ең біріншіден біз талқанымызды салып аламыз ыдысымызға. Одан соң қантты саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Одан соң ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Егер де талқандарыңыз көп болып сары май аз болса, тағы да мөлшерде қоссаңыздар болады. Өз көз мөлшерлеріңізбен саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай қолменен құрт секілді етіп жасап аласыздар. Яғни бізде осылай жасап аламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Неге осылай дұрыстап жасау керек. Бізде дайын болды. Енді бұны холодильникке салып қоямыз. Дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Рахмет көп-көп. Сау болыңыздар.